Шоқан Уәлиханов қазақтың аса көрнекті ғалымы әрі ағартушысы. 1835-1865 жылдардың аралығында өмір сүрген. Шоқан Уәлиханов 1835 жылы Құсмұрын бекінісінде дүниеге келген. Оның шын аты Мұхаммед Ханафия, еркелетіп Шоқан деп атаған. Шоқанның балалық шағы табиғаты көркем Құсмұрын мен Сырымбетте өтті. Шоқанның ата-бабалары атақты сұлтандар әулетіне жатады. Оның арғы бабасы Абылай хан айбынды қазақ билеушілерінің бірі болды. Ал атасы Уәли патша үкіметі ресми түрде бекіткен қазақтың соңғы ханы еді. Әкесі Шыңғыс Омбы әскери училищесін бітірген, Көкшетау сыртқы округінің аға сұлтаны лауазымды қызметін атқарған. Шоқан жастайынан данагөй билердің әңгімелерін, ақындардың өлең жырларын зор ықыласпен тыңдап өсті. Оған тәрбие беруде сұлтан әулетінен шыққан әжесі Айғанымның ықпалы күшті болды. Ол жас Шоқанға ежелгі қазақ аңыздарын, мақал-мәтелдер мен даналық сөздерін жиі айтып отыратын. Шоқан Құсмұрындағы мектепте оқып, ислам діні ілімімен танысты. Араб, парсы, шағатай тілдерінің негізін үйреніп алды. Ол сурет салуды да ерте меңгерді. 1847 жылы Шоқан Омбы кадет корпусына оқуға түсті. Шоқан кадет корпусында белгілі ғалым, географ және Азияны зерттеуші Потанинмен бірге оқып, достасып кетті. Шоқан кадет корпусын корнет шенімен бітіргеннен кейін Сібір казак әскеріне қызметке жіберілді. Көп ұзамай Батыс Сібір генерал-губернаторының адъютанты болып тағайындалды. Қызмет орнында Шоқан Сібірдің отаршыл шенеуніктермен бетпе-бет келіп, өкіметтің заңсыз әрекеттеріне қатты күйінді. Өкімет орындарының озбырлығы жайлы достары Достоевскийге, Майковқа, Гудковскийге, Курочкинге ызалы хаттар жазды. 1855 жылы Шоқан Батыс Сібір генерал-губернаторы Гасфордтың орталық Қазақстан, Тарбағатай мен Жетісу жеріне жасаған сапарына қатысады. Бұл сапарда қарапайым халықтың өмірімен танысып, қазақ пен қырғыздардың тарихи аңыз әңгімелері мен жырларын жазып алды. Шоқан Уәлиханов аса көрнекті ғалым, белгілі географ Семенов Тянь-Шанскиймен танысты. Ол жас қазақ ғалымының қабілетіне шын ниетімен сүйсіне қайран қалды. 1857 жылы Семенов Тянь-Шанскийдің ұсынуымен Шоқан Уәлиханов Орыс географиялық қоғамының толық мүшелігіне қабылданды. Шығыс Қазақстан мен Жетісуға қырғыз еліне жасаған сапары Шоқанның ғалым ретіндегі даңқын арттырды. 1857 жылы Шоқан Алатау қырғыздарына сапар шегіп, оның тарихын, этнографиясын және халықтың поэзиясын зерттеді. Қырғыз халқының энциклопедиялық дастаны Манасты жазып алды. Шоқанды әлемге әйгілі еткен оның Қашқарияға жасаған сапары еді. 1858-1859 жылдары Шоқан атақты Қашқария сапарына барып келді. Шоқанға дейін ол өлкеде бірде-бір зерттеушінің барып қайтуға сәті түспеген еді. Шоқан Қашқария өлкесінің тарихы, этнографиясы, мәдениеті мен геологиясы, географиялық жағдайы жайлы бұған дейін мүлде белгісіз аса құнды деректер жинап келді. Соның негізінде Алты шардың немесе Қытайдың Нанлу провинциясының шығыстағы 6 қаласының жағдайы туралы деген атақты еңбегін жазды. Патша үкіметі жас ғалымның ғылыми ерлік еңбегіне ерекше мән берді. 1860 жылы Санкт-Петербургте орденмен марапатталып, әскери шені де жоғарылады. Оны орыс патшасы 2 Александрдың өзі қабылдады. Осы кездесу кезінде Шоқан патшаға орыс шенеуніктерінің қазақ халқына жақсы қарауы жайлы өз өтініштерін батыл жеткізді. Петербургта болған кезінде әртүрлі әскери және ғылыми мекемелерде жұмыс істейді.
Шоқан Қазақстан мен Орта Азияның және Шығыс Түркістанның карталарын жасаумен айналысып, қажымай талмай еңбек етті. Алайда Петербургтың ылғалды ауа райы оның денсаулығына жақпады. Денсаулығының нашарлауына байланысты отанына оралуға мәжбүр болды. Ол Омбыға барып, даладағы жергілікті басқару ісін қайта ұйымдастыру жөніндегі шараларға қатысты. Шоқан Уәлихановтың даладағы жергілікті басқару ісін қайта ұйымдастыру жөніндегі ойлары сот реформасы туралы, қырғыздардың көші-қоны туралы, қырдағы мұсылманшылық туралы еңбектерінде баяндалды. 1864 жылы Шоқан генерал Черняевтің оңтүстік Қазақстанға жасаған әскери экспедициясына қатысады. Бірақ әскери қызметі ұзаққа созылмады. Генералдың жергілікті халыққа шектен тыс қатыгездік жасауы салдарынан әскер қатарынан өз еркімен кетті. Оның ғұмырының соңғы жылы Тезек Сұлтанның ауылында өтті. Ол мұнда да ұлы жүз қазақтарының өмірінен тарихи этнографиялық материалдар жинаумен шұғылданды. Аса көрнекті қазақ ғалымы әрі ағартушысы Шоқан Уәлиханов 1865 жылы ұзаққа созылған аурудан қайтыс болды. Шығыстанушы ғалым Веселовский Шоқан Уәлиханов шығыстану ғылымында аққан жұлдыздай жарқ етті де жоқ болды деп жазды. Шоқан Уәлиханов Қазақстан мен Орта Азия халықтарының тарихы мен мәдениетін зерттеуде орасан зор үлес қосты. Аса көрнекті қазақ ғалымы өте ауқымды ғылыми шығармашылық мұра қалдырды. Оның Абылай, қырғыздар туралы жазбалар, Ыстықкөл күнделіктері, Үлкен Орда қырғыз қайсақтары туралы және тағы басқа еңбектері өте құнды саналды. Шоқанның қазақтың сондай-ақ Орта Азия халықтарының өмірінен салған суреттері сақталған. Ол қазақтың алғашқы кәсіби суретшілерінің. Ыбырай Алтынсарин ағартушы, жаңашыл педагог, қоғам қайраткері. 1841-1889 жылдардың аралығында өмір сүрген. Ыбырай азан шақырып қойған аты Ибрахим. Алтынсарин 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келді. Әкесінен ерте айырылған ол, атасының белгілі би және старшын Балқожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленді. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше ізденуге бейім екенін байқатты. Ресей қоғамының белгілі адамдарымен жиі араласып тұрды. Орынборда оқып жүрген кезінде шығыстанушы ғалым Григорьевпен жақын танысып алды. Ол өзінің бай кітапханасын Ыбырай Алтынсариннің еркін пайдалануына рұқсат етті. Білімге құштар жас бос уақытының бәрін сол кітапханада өткізді. 1857 жылы ол Орынбор шекара комиссиясы жанындағы мектепті алтын медальмен бітірді. Ыбырай орыс, араб, татар және парсы тілдерінде еркін сөйлей білді. Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық көзқарасының қалыптасуына орыс педагогы Ушинскийдің және чех ойшылы Каменскийдің еңбектерімен таныс болуы оң әсерін тигізді. Мектепті бітіріп шыққан халық ағартушысы Ыбырай Алтынсарин 3 жылдай атасының қол астында кеңсе қызметкері болып жұмыс істеді. Осы жылдар ішінде ол өз халқының сауатын ашып, білімін көтерудің аса қажет екендігін жете түсінді. Ыбырай Алтынсарин орыс қазақ мектептерінің оқушыларына арнап 2 оқу құралы қырғыз-қазақ хрестоматиясы мен қырғыздарға, яғни қазақтарға орыс тілін үйретуде алғашқы басшылық кітабын жазып шықты. Ол қазақ балалары үшін зайырлы мектептер ашуды армандады. 1860 жылы облыстық басқарма оған Торғай қаласында қазақ балалары үшін бастауыш мектеп ашуды тапсырды. Өзі сол мектепте орыс тілінің мұғалімі болып тағайындалды. Ағартушылық идеялары жігерлендірген ол ауыл-ауылдарды аралап, жергілікті халыққа білім алудың маңызы мен қажеттілігін түсіндіруге күш салды.
Ондай мектептер ашу үшін қаражат жинауды қолға алып, ақшаның алғашқы үлесін Алтынсариннің өзі қосты. Осыдан бастап оның ағартушылық және педагогикалық қызметі басталды. 1864 жылы қазақ балаларына арналған интернаты бар мектеп салтанатты түрде ашылды. 1879 жылы Ыбырай Алтынсарин Торғай облысы мектептерінің инспекторы болып тағайындалды. Оның еңбегінің арқасында білім беру саласы қазақ даласында кең орын алды. Атап айтқанда, облыстың барлық уездік қалаларында училищелер ашу қолға алынды. Осы мақсатпен Торғай облысының қазақ ауылдарын түгел аралап шықты. Халықтан қажетті қаржы жинастырды. Соның нәтижесінде барлық уездерде 2 сыныптық орыс-қазақ училищелерін ашты. Оларды мұғалімдермен және оқушылармен толық қамтамасыз етті. Ол мектептердің жабдықталуына, олардың жанында шағын кітапханалар ұйымдастыруға ерекше мән берді. Қазақстанда қыз балаларға білім берудің басталуы да Ыбырай Алтынсариннің есімімен тікелей байланысты. Ыбырай Алтынсариннің басшылығымен қыз балаларға арналған бірнеше мектептер ашылды. Ыбырай Алтынсарин қазақ жерінде қолөнер және ауыл шаруашылық мектептерін ұйымдастырған. Ыбырай Алтынсарин Орынбор ведомствосы қырғыздарының құда түсу мен үйлену кезіндегі әдет-ғұрыптарының очерктері атты еңбегінде үйлену тойларына байланысты толып жатқан әдет-ғұрыптарды тәптіштей суреттейді. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, ойшыл, 1845-1905 жылдардың аралығында өмір сүрген. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының ұлы ақыны, аса көрнекті ойшылы, ағартушысы және қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Шыңғыс тауында дүниеге келген. Қазақтың ат қою дәстүрі бойынша азан шақырып қойған есімі Ибрахим болған. Абай ислам дінінің қағидаларын барынша құрметтейтін діни отбасыда өсіп тәрбие алды. Оның әкесі Құнанбай қажы Тобықты руының өте ықпалды, орыс тілін жақсы білген биі болды. Ол шыққан тегі сұлтан әулетінен болмаса да, Қарқаралы округінде алғашқы аға сұлтандардың бірі болып сайланды. Абай әуелі ауыл молдасынан сауат ашып, сосын Семейдегі Ахмет Риза медресесінде 3 жыл оқып білім алды. Ол бала жасынан кітапқа құмар болды, араб, парсы және көне түркі әдебиетінің үлгілерімен танысты. Абай қазақтың дәстүрлі әдет-ғұрып заңы мен ислам дінінің қағидаларын терең меңгерді. Әкесі Құнанбай Абайды Тобықты руының болашақ билеушісі ету мақсатымен оқудан ауылға кері қайтарып алды. Абайдың саяси көзқарасының қалыптасуына Михайлис, Гросс, Коншин, Долгополов сияқты ғалымдар ықпал етті. Қазақ ақыны солардың арқасында озық ойлы орыс мәдениетінің өкілдері Пушкиннің, Лермонтовтың және де басқалардың шығармаларымен жете танысты. Абай Ескендір, Масқұт, әзім әңгімелері, поэмалары мен этикалық философиялық еңбегі қара сөздерді жазды. Ақынның қара сөздерінде 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ халқының болмысы зерделенді. Ақынды қатты алаңдатқан жағдайлар қазақтың жаппай кедейленіп, қайыршылық халге түсе бастауы, патша үкіметі шенеуніктерінің шектен шыққан озбырлығы, жергілікті болыстардың парақорлығы мен қанағатсыз пайдакүнемдігі болды. Ол өзінің өлеңдерінде жақын туыстарына көмек қолын созбайтын сараң байларды өлтіре сынады. Абай қазақ қоғамын ерінбей еңбек етуге шақырды. Өзінің кейбір замандастарының бойындағы жаман мінездерді, жалқаулықты, еңбексіздікті, көрсе қызарлықты, алтыбақан алауыздықты, надандықты жеріне жете әшкереледі. Кедейшіліктен құтылудың бір тәсілі егіншілікпен айналысу, қолөнер кәсібін және сауда-саттық жасауды үйрену екендігін айтты.
Ұлы ақын жас ұрпақты имандылыққа, адамгершілікке, ғылым білім үйренуге шақырды. Абай орыс тілін тамаша меңгерді. Бұл оған орыс ақыны Лермонтовтың бірқатар өлеңдерін қазақ тіліне аударуына мүмкіндік берді. Атап айтқанда, Абай Лермонтовтың «Шайтан», «Дұға», «Қанжар», «Жолға шықтым бір жымжырт түнде жалғыз», «Жалау», «Теректің сыйы» сияқты өлеңдерін аударды. Абай Пушкиннің Евгений Онегин дастанының үзінділерін қазақы ұғымда жатық етіп еркін аударды. Абайдың Татьяна хатының сөзіне шығарған Татьянаның қырдағы әні қалың елдің сүйікті әніне айналды. Абай Крыловтың мысалдарын қазақ тіліне аударумен де айналысты. Абай өлеңдерінің ең алғашқы жинағы 1909 жылы ақын Көкітайдың арқасында Қазан қаласында басылып шықты. Ұлы ақынның 150 жылдық мерейтойы 1995 жылы дүниежүзілік ЮНЕСКО көлемінде атап өтілді.